Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Обязательно менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, және де осы видеоға лайк басып қойыңыздар. Бүгін мен сіздерге менің каналымдағы постер бар, бір әдемі күшті. Соған қалай суретті қоюға болатынын көрсететін боламын. Таңдаймыз, мына жерде көрінбей тұр. Стрелканы басамыз, поделиться дегенді басамыз, и студияға жібереміз. Let's do this дегенді басамыз. Неке біздің шаблонымыз ашылды, осындай шаблон, и бұған 4 сурет қоямыз. Галереяға кіреміз де өзіміздің суреттерімізді таңдаймыз. Қазір. Так, бірінші мына суретті алайын. Так, бұны мына шетке қояйық. Осы шетке қоямыз. И мына слойға кіреміз. 3 точка тұр, 3 квадратиктер тұр, бір-бірінің үстінде, соны басасыздар. И мына 3 линия тұр, шетінде суреттің соңын ұстап, бұл шаблонның астына байынан апарасыздар. Сөйзе автоматически шаблонның астына кетеді. Енді мына суреттер, шетіндегі суреттер шығып кетті. 4-3-1-3-тің ішінен. Енді оны қалай өшіреміз? Асты жағында маск деген шығады, өшіргіш бұл. Соны таңдайсыздар да, былайынан өшіресіздер. Неге осы ақ линияларға дейін мына керек емес суретті өшіріп тастаймыз. Все, дайын біздікі. Бір суретіміз дайын. Енді екінші суретті таңдаймыз. Екінші сурет мынаны таңдайын. Бұны жоғары жаққа қоямын. Мына жерге үлкейтейін. Осы жерге қоямын. Так. Қараңыздар. Битек болады мына жаққа бізде ашылып қалатыр да, мына жағында суреті көп. Енді бұны rotate дегенге кіресіздер де, орындарымен былай ауыстырып жібересіздер. Сол кезде әдемі болып тұрады. Енді келді. Мына шетіне тура келіп тұр. Енді слойға кіресіздер де, бұл шаблон астына жібересіздер. Все, дайын болды. Так. Енді мынаның үстін басасыздар, сөзім отмечать етіледі. Мына слойға кіріп, мына суреттің үстін басқан кезде, әтпесе мына шаблонды басыл қала береді шаблон. Кішкене тағы да үлкейтеміз. Осылай. Енді қайтадан маскке кіресіздер. Өшіреміз. Шетіндегілерді өшіріп тастаймыз. Мына шетінде тоже самое, бәрін осылай өшіріп тастайсыздар. Галочка, біздің пустой шаблонымыз кішкене қозғалып кетті орыннан. Так, осылай түзеп қоямыз. Все, мына жерінде кішкене шығып тұр. Тоже маске кіріп өшіріп тастаймыз, Галереяға кіреміз. Үшінші суретіміз таңдаймыз. Мынаны таңдайық дейік. Мына жерге қоямыз бұны. Енді слойға кіреміз. То же самое. Пустой шаблонның астына апарамыз. Енді маскқа кіреміз. И өшіреміз. Артығын өшіріп тастаймыз, керек емесін. Үстіне өшіреміз. Все, галочка дайын. Үшінші суретіміз. Енді галерея кіреміз да. 4-ші суретіміз таңдаймыз. Так, 4-ші суретіміз мынау болсын. Так, осыны алып созамыз байынан. Слойға кіреміз. Осы шаблон астына апарамыз. Суреттер, конечно, кішкене келу керек. Жаңағы неден. По форме кішкене жалпақтығы келу керек. Мынау кемей қалды. Бізге жалпақтығы. Сондықтан бұны өшіріп тастаймын. Слойға кіремін да, мынаны басамын. Қызыл мынандай минусты. Сосын delete деген шығады, соны өшіріп тастаймын. Сөйтіп қайтадан горизонтальный тұрған сурет таңдау керек, желательно.
сондай суретті қараймын қазір. Так, мынау кеп қалатын сияқты. Осыны алайын. Осы дұрыс болатын сияқты. Так, тоже ротейтке кіріп айналдырып жіберем. Потому что мына жақта. Так, слойға кіремін. Қайтып осы шаблонасына барам. Мінекей тура келді. Енді слойға кіріп, қайтып осы суретімізді үстін басамыз. Осы суретке қатысты функциялар шығады. Маскқа кіріп өшіреміз. Керек емесін. Мына жақтан тоже өшіреміз. Все, галочка. Все, дайын болды. Біздің шаблонымыз, постеріміз, точнее, дайын болды. Ортасынан бір любой жаңағы клиентіңіздің текстін теріс қылсаңыздар болады. Я люблю тебя, я тағы бірдеңе деп шығарып бере қоясыздар. Видеом пайдалы болды деп ойлаймын. Маған тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.